Күн сәулесінің де денсаулыққа қауіпті екенін білесіз бе? Сәлем достар, сіздермен бірге тән саулығы арнасы каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Қазір ревматикалық қызба жер шарында жүрек қан тамырлары дертінен кейінгі екінші орында тұр. Ең қорқыныштысы кеселге еңбекке қабілетті жастардың шалдығуы. Сонымен аяқ-қолыңыз сырқырап, кейде қақсап, жаныңызды жегідей кеміріп, діңкелеткенде терапевт немесе жалпы тәжірибе дәрігері емес ревматологтың көмегіне ертерек жүгіну керек екен. Ескеретін тағы бір жайт, буын ауырғанда оны асқындырып алмаудан сақтанған жөн. Әйтпесе мүгедек болып қалуыңыз мүмкін. Айтпақшы, бәрінен өкініштісі білікті мамандардың тапшылығы. Елімізде 160 ревматолог бар. 18 миллион халық үшін бұл айтуға ұят. Буын ауруына шалдыққандар күннен күнге көбейіп келеді. Мына ревматикалық аурулардың бәрін ревматизм деп бей-жай қарауға болмайды. Ауруын асқынғандырғандар мүгедек, жұмысқа жарамсыз болып қалады. Қазір осы аурудың ревматоидты буын сырқаты деген түрі көш бастап тұр. Кеселдің қайда пайда болатыны жайында айтатын болсақ, оның себебі көп. Ең бастысы инфекциялық аурулардан сақтану керек. Тұқым қуалаушылықта болады. Қазір сирек кездесетін аурулардың тізіміне ілінген жүйелі қызыл жегі, яғни системная красная волшанка ауруы күн сәулесінің теріге әсер етуіне пайда болуы мүмкін деген болжамдар бар. Яғни жағажайда, далада жүргенде абай болыңыздар. Осы кеселмен көбінесе жас босанған әйелдер ауырады. Тері, буындар, бүйрек, ми және басқа да ағзаларды зақымдайды. Емі бар болғанымен дәрі-дәрмек өте қымбат. Елімізде жүйелі қызыл жегіні ақысыз емдейді. Тегін дәрі-дәрмектермен қамтамасыз етіледі. Бірақ аурудың неден туындайтынын дөп басу айту қиын. Себебі аутоиммундық аурулардың негізгі себептері толық зерттелмеген. Мамандардың пікірінше, денесін күнге қыздыруға құмар тұрғындар ғана емес, буын ауруына шалдығу қаупі жоғары деген тізімге спортшылар, ауыр жүк тасушылар да енген. Кейде жарақаттың дұрыс бітпеуі, артық салмақ, ағзада иммундық жүйенің бұзылуы, суық тиіп, оның асқынуы да, тіпті тұқым қуалайтыны да кездеседі. Ревматикалық қызбаның түрі де көп. Аурудың белгілері әртүрлі. Сондықтан медицина саласының мамандары жылдан жылға кеселді емдеудің әдістерін жетілдіріп, инновациялық қондырғыларды кәдеге жарату заман талабы екенін алға тартады. Қазіргі таңда инфекциялық ауруларға қарсы дәрі-дәрмектер де жеткілікті. Елімізде бұл кеселдің шырмауына ілінгендерді емдейтін жалғыз медициналық мекеме Алматы қалалық ревматология орталығы. Орталықтың ревматолог дәрігерлері күн сайын 100-ден аса емделушіге медициналық көмек беріп, ем-шара тағайындайды. Еліміздің түкпір-түкпірінен жыл сайын қалаға 2,5 мың науқас стационарлық ем алуға келеді. Ревматологтардың мақсаты буыны сырқыраған емделушілерге кешенді түрде ем-шара жасап, еңбек ету мүмкіндігін шектелуіне жол бермеу. Өкінішке қарай емделушілер, терапевттер, кардиологтардың көмегіне жүгініп, ауруын асқындырып келетін жағдайлар болады. Мұның себебі ревматикалық қызбаны бірден анықтау қиын. Орталық мамандарының иммундық жүйеге талдау жасайтын, буындарды ультрадыбыстық сәулемен зерттеу жүргізетін заманауи қондырғылар арқылы дерттің себебін анықтап, науқасқа кәсіби тұрғыда көмек көрсетеді. Ревматикалық қызба дертіне шалдыққан науқастарды емдеу, дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуге мемлекет тарапынан қомақты қаржы бөлініп отыр. Ревматикалық қызбаның екі түрі әлемдегі ең сирек кездесетін сырқаттардың тізімінде тұр. Сондықтан буын сырқырағанда ревматологтарға неғұрлым ертерек емделуге келген тұрғынның дертті еңсеруге мүмкіндігі бар. Ревматологтардың жазғы мектебіне терапевт ревматологтардың кәсіби біліктілігін арттыру мақсатында жиналған.
Буын ауруларының жиі кездесетін белгілері: адамның буыны ауырып, ісіп, жүріп тұруы қиындайды. Саусақтың, білектің, тізенің, жамбастың буындары зақымданғанда бас ауруы, жүректің шаншуы байқалады. Кейбір тізе, жамбастағы буынның май шеміршектері кеуіп, сүйектердің қажалуынан науқастар төсекке таңылады. Қазір отандық медицина ауруы меңдегендерге эндопротездеу арқылы жүріп тұруына мүмкіндік жасап отыр. Дегенмен ревматологтар аурудың алдын алуға кеңес береді. Ол үшін ішкен тамағыңыз құнарлы болуы керек. Салауатты өмір салтын ұстанып, жиі қозғалып, жарақат алудан сақтанып, күн сәулесіне